Айқынның төл мерекесіндегі тосын сыйлар мұнымен таусылмақ емес. Айтулы кеште жұлдызды жанұя тағда бір жағымды жаңалығымен бөлісті. Шоу-бизнестің ең атышулы жұбы екінші рет ата-ана атануға қамданып жүр екен. Алғашқы жүктілігін елден жасырған жұлдыз бұл жолы жағымды жаңалығымен бірден бөлісті. Өмірғалидің айтуынша құрсағындағы сәбиіне 20 апта толған екен. Сүйінші хабарда әнші әрине бүлдіршіннің әкесіне бірінші болып жеткізген. Ол кезде ол гастрольда болды. Мен өзімді дұрыс сезінбедім де, содан кейін тексеріп көрейінші деп. Сөйтіп қана болды, білінді. Гастрольда сөйтіп жазып жібердім. Ол қуанды әрине. Жұлдыздың жағымды жаңалығы Ақботаны да бейжай қалдырмады. Құрбысын қуанышына ортақтасқан Сейтмағамбет те өмірінің ең маңызды сәтін еске алды. Енді біріншісін өзіміз ұзақ күттік, сондықтан да біраз уақыт бойы тексерілді, қайта жаңағы өзіміздің дәрігерімізге барғанда бізді қуантты ол кісі. Екеуміз бірге естідік жаңалықты, бір жылап алдық, бір қуанып алдық. Осылайша алғаш рет әзер дегенде аяғым ауыр болды деп күллі тыңдарманын таңқалтқан Ақбота есесіне екіншісін мүлде жоспарламағанды. Ал екінші сәбиімде мен ауырыңқырап жүрдім, съемкада жүрген болатынбыз. Қой врачқа барайық, тексерілейік деп барсақ, жаңағы өзіміздің тағы врачымыз құтты болсын, енді сіз екінші рет ана атанасыз деп Дәуреннің көзінше бізді қуантты. Енді екі мәрте ана атанған Ақбота бала тәрбиесінде бар білген жұлдызбен бөлісуге дайын. Оның үстіне көп балалы атанамыз деген Төлепбергеновтер отбасына бұл кеңестер керек болары сөзсіз. Мен өзім отбасымда ініміз екеуміз қатар өстік, өстіп, арамыз 1,5 жас болды. Маған 2 бала аз болған. Мен көбірек отбасында адамдар болғанын қаладым. Қазір мен өзім білмеймін, 3-4-еуін қалаймын. Бірақ Құдай бұйырғаны болар.